Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен керемет етіп жаңа жылға подшуба салатынан жаңа жылдық елканың ойыншықтары секілді әдемі салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет болады алдын ала пісіріп дайындалып асып алған қызылшамыз қажет болады. Ол қызылшамызды біз үкіштен өткізіп аламыз, ұсақ үкішпен, үкіштің ұсақ тістерімен. Бізге бұл үшін өте қып-қызыл болып әдемі шығу үшін 3 қызылшамыз керек болады. 3 қызылшамызды үкіштен осылай өткізіп алатын боламыз. Және де бізге керек болады картошкамыз алдын ала асып пісіріліп алған. Одан кейін бізге сәбізіміз алдын ала асып пісіріліп алған қажет болады. Енді міне сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай біз картошкамызды осылай ұсақ үкіштен өткізіп алатын боламыз. Ендігі кезекте біз сәбізімізді осылай ұсақ етіп үкіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын өткізіп алғаннан кейін бізге ендігі қажет болады бір пиязымызды осылай өте ұсақ етіп төртбұрыштетіп турап шығатын боламыз. Пиязымызды турап шыққаннан кейін бізге өте сақырлап қайнап тұрған ыстық суымыз қажет болады. Сол пиязымыздың үстіне ыстық суымызды құйып 1 минуттың көлеміндей қойып қоятын боламыз. Мінекей өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, енді біз оны сүзіп алып, пиязымыздың суын пиязымызды салып табамызға. Енді 3 дана жұмыртқамыз қажет болады. Оны да осылай өте ұсақ етіп төртбұрыштеп турап шығамыз. Үкіштен өткізсеңіздер де болады, кішкене ірірек өткізілетін үкіш болса, үкіштен өткізіп жіберсеңіздер де болады. Мен қолмен турап алдым, ұсақтап. Менің видеом пайдалы болса, видеоның аяғына дейін көріп отырсаңыздар, маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы болады көрсететін видеоларымды да көріп отыратын боласыздар. Міне біздің жұмыртқамыз дайын болды, туралып. Енді бұны табамызға салып, ендігі кезекте бізге тефаль балығы консервідегі, оның орнында ол болмаса тунец балығын пайдалансаңыздар да болады. Осы балығымызды біз шанышқының көмегімен осылай ұсақтап турап шығатын боламыз. Мінекей біз балығымызды турап алдық. Енді салмамыздың үстіне қосатын боламыз. Бізге енді үстіне 3 қасықтың көлеміндей, 3 ас қасықтың көлеміндей майонезімізді қосып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Өте тәтті, өте дәмді болып шығады. Енді біз сәбізімізді, картошкамызды және қызылшамызды барлығын осылай біріктіріп, үстіне кішкене чым-чым тұзымызды қосып, өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстіне тағы да осындай 3 ас қасықтың көмегіндей майонезімізді қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Түсі өте қып-қызыл болып, әдемі болып шығатын болады. Осыдан енді біз қазір шариктер жасайтын боламыз. Кішкене осылай домалақтап салафанымыздың үстіне қойып алып, жалпақтап жайып шығатын боламыз. Енді бұның арасына біз жаңағы дайындап алған салмамызды салатын боламыз. Енді салафанымызды алып, осылай алақандарыңыздың көмегімен домалақтап шығатын боламыз. Шариктер жасап шығатын боламыз. Мінекей біздің шаригіміз шықты. Оны осылай табағымызға салып алатын боламыз. Екінші шариктарымызды жасаймыз. Осылай жалпақ етіп жайып шығамыз да, оның арасына салмамызды салып,
салафанымызды алып алақанымыздың көмегімен шариктер дайындайтын боламыз. Мінекей біздің шариктеріміз дайын болды, ойыншық шариктеріміз. Енді бізге оны көк пиязбен осылай әсемдейтін боламыз. 2 бүктеп көк пиязды ортасына тағатын боламыз. Өте жеңіл толып жатыр, әнекей. Осылай әдемі етіп жасап қоятын боламыз. Міне біздің жаңа жылдық салат, бас шуба салатымыз дайын. Осылай әдемі етіп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Жаңа жыл бәрімізге жақсылық әкелсін, береке әкелсін дастархандарыңызға. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Видеоға ұнаған болса, пікір қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.